Сұлтанған суырып алды. Дәулет Жамбет полковник мен босым кім шығады? Марат Ахметов Ақтөбеден. Марат Ахметов Ақтөбеден, сонда қайтыс мектебінің жетекшісі, Мейірбек Сұлтанған Шиерде, Қызылордадан, Дамбал Ақын, Мейірбек Марат. Шабамыздың шап, шаппайымыздың өзің. Атаңың басында шабасың ба, бүгін шаппағанымыз. Жырым мен жұрт көңілін тапсам болды. Қарсыластың жақсам болды. Жүрсін Ерман айтыстың атасы ғой, қарайлап қабағыңды бақсам болды. Тойға кеп тілек айтқан ақын едім, ораған молда емеспін ақсәлдемді. Атамыздың басында шаппасам да, атамыздың қасында шапсам болды. Оу, жеребе көңілімді жасқап көрдің, суырып біріншіге тастап бердің. Мен жүке былтырғана үйленгенде бас құда боп, төрде бас құда боп білемін асқақ болдың. Дүние кезек деген осы емес пе? Дәл бүгін сіздің тойды бастап бердім. Аман ба ағаларым, жеңгелерім? Өздерің асқақтатқан ер беделін. Армысың аты жаман індет келіп, көресіні вирустан көрген елім. Айбатқандай айрылып асылдардан көздің жасын көл қылып көмген елім. Қызыл аймақ боп тұрып бір-ақ күнде жасыл аймақ боп кеткен зерделелім. Жүз ақын, жүз депутат сөзіне сенбесе де, бір ақынның сөзіне сенген елім. Алаңда айғайлаған Ринатқа да Алатаудан төр берген сендер едің. Екпені ектіртуге қарсы болып, ерікті боп бұл жерге енген елім. Бекшиндей күнде күтіп, шаршап бітіп, наконецті айтысқа келген елім. Мерейтоймен құттықтап келіп қалдық, өлеңімнің уажүке өрнегедің. Көңілге қатты алып жүрсің бәлі, үкімет мемсилықты бермегенін. Аллаға шүкір алталаш қолдап отыр, атақ пен абыройдан кендемедің. Жүк түскен жүрегіңді жөн болады, жұртыңның пейілімен емдегенін. Алдыңда елім отыр, өзің үшін алтындай уақыттарын бөлген елім. Бейресми болса да Ермановқа баяғыда беріп қойған еңбек ерін. Бүгінгі 70 жасың құтты болсын, желмаядай асандай желмая мен желген ерім. 40 жыл Қырғызстанда шыдап жүрген төлөнерге ұсынып төрден орын. Ақындар Махамбеттей маздау үшін Исатай боп жол бастап берген ерім ай. Марат ақын Ахметов, қалмаңыз жеребеде қапы кетіп, қолында барын әркім қошқарғылар Ақтөбең жіберіпті ақын етіп. Әлиядай мерген қыздың жерлесе ініседің, көздегенде көрмеген қапы кетіп. Ахметовтың біреуін білеміз ғой, Өскеменге қойып еді, әкім етіп. Әнің болып бұл
бұл жерде әзілдесем, отырыңыз ағасы ғафу етіп. Ағайын жүрек жұтқан жігіт екем, Маратпен шығып тұрған дәті жетіп. Өйткені келген жерің Ақтөбе ғой, ұлдарында түлеткен батыр етіп. 41-де немісті қыз қыру үшін қыздарында жіберген батыр етіп. Мараттай қадірлеймін ел баласын, Жүкенге шәкірт әрі бел баласын. Ұстазың оң жағында қолдап тұрса, тәуекел кімнен бүгін кем боласың. Ақындар мақтанатын сылтауы көп, көтеріп Ермановтың төрге бәсін. Жүрсін деп баласына атын қойып, талайлар құрметтеуде енді ағасын. Ал енді Ақтөбенің жөні бөлек, ақынды құрметтеген ел боласың. Жүкеңнің 8-ші атасы да жерленген қасиетті төр боласың. Сондықтан Марат досым жарқырай бер, айтысқа арқыраған бел баласың. Баласымен қорқытқан ақындар көп, бабасымен қорқытқан сен ғанасың.
бітсе аяғына жем түскен жылқыдай боп ақсақтаған. Пайдасы өз басынан аспай қалып, өзгенің жұмысына бас қатпаған. Айтыстың демеушісі дулаттардың, табанға тай бұрылдай тас батпаған. Дәл бүгін керемет айт іс жасап жатыр, көңлінде көптен бері мақсат болған. Болғанда жүрсін айтыс жүрсін, екеуін бөліп жармай дос мақтаған. Қанша жыл ұлы өнерге қызмет қылып, бір сәтке кірбігіліп қас қақпаған. Қадірін бүгінгі той осы айтыстың ұққанның жанарына жас қаптаған. Оятқан найзағайдай намысыңды, той ғой рухыңның асқақтаған. Ағайын не боп кетті толымына, Мараттың кедергі көп жолына. Седалдың қайта кес-кестедің, Ринатжан бара қойшы орныңа. Халыққа көрінбейсің биігіңсіз, түсетін байланысқа жиесімсіз. Дәл маған қарсылас боп тап болды ғой, мейірбек деген ақын мейірімсіз. Үйіңде жаңалығың бар екен ғой, әйгәсе қалып едім биыл үнсіз. Шамнан соң болады ғой құптанымыз, жөн болмас көңіліңді жыққанымыз. Бір басым екеу бопты келінменен, ешқашан жазылмасын жұптарыңыз. Өмәке құтты болсын, ал бүгінгі қызықтың отауынан шыққаныңыз. Өзіңе ел танытты өкпелі жүз, төкпелеп жырласаң да төкпедіңіз. Алдымды кес-кестемей отыршы деп Ринатты жөн болмадау сөккеніңіз. Ринат бұл айтыстың өз баласы, жалғасқан бабалардан мектебіміз. Өзінің жолы енді ашылғанда біреудің алдын кесе деппедіңіз. Рекен күші тасып бойда бұлай, талай жыл билікті де сойғанын-ай. Айтыста Ажишада бар едіңіз, жүректе ойламадық тойда бұлай. Әй осы түсінбейсің, мемлекеттік қызметті түсінбейсің, халықтың бар арманын жойғанын-ай. Шаршы топты шаңдатқаны Ринатты, шариктерді көтердік қойғанын-ай. Ай-ай-ай, жанымнан жарамайды жылыстасаң, әнің боп дем берейін тыныстасаң. Маратжан айтқаныңның бәрі дұрыс, тек қана жөн болушы дұрыспасаң. Үнемі бірінші боп шығамын деп, өкінішпен жөн болар жуыспасаң. Бірінші боп шыққанның несі жақсы, бірінші боп келуге тырыспасаң. Адырнадан жебедей атылған біз, айтыстағы ақиқатты айтатын батырларымыз. Шапалақпен ағайын дем беріңдер, шайырларың едік қой шақырғанбыз. Вакцинаны сен жаңа
жырға қостың, ол жайлы көп қызыққа шатылғанбыз. Бізден вирус келет деп қорықпаңдар, таңдайымыз терлегенше тақылдармыз. Ақындарды ерманып шақырғанда 1,5 метр алшақ отырғанбыз. Әуелден әлеуметтік қашықтықты сахнада сақтап жүрген пақырларымыз, қаныңа қазақтықтың вакцинасын қар өлеңмен егетін ақындарымыз айқаяды. Ай, былтырғы жыл болып еді Абай жылы, жабысып жатқа оқылған талай жыры. Абаймен жағаласып Алматыда өтіп жатты Жанболат Мамай жылы. Биылғы жыл Мұзбалақ Мұқағали және де Жамбыл ақын Жабай жылы. 70-ке желмаямен желіп кірген құтты болсын жүрісіндей ағай жылы. Айтсақта ақын болып нелер сөзді, шешем боп қолдансақ та шебер сөзді. Айтпады сынаушылар нелер сөзді. 9-ға кеп тоқтады алтын домбыра, одан әрі созбайым деп өлең сөзді. Асыл домбыра айтсын жасаймын деп тас кредит қол үшін жедел сөз созды. Дулаттайын ұлдарын дәлелдеп тұр, асыл тастан шығады деген сөзді. Ақынбыз едік ақтаңы жырмен атарып, өлеңмен таңым шығып күнде батарып. Шымшық сойса қашапсы сойсын дейді, дәл бұлай айтылды екен кімге мақал. Ол жүкен туралысында айтылған сөз, айтыспен жайғастырған ірге қатары. 100 жасына Жамбылдың жеткеніңше, жүйріктерді жетелеп жүлдеге апар. Айтыспен жүрсінде ешкім бөле алмайды, қиындық жолықса да мүлде қатал. Толағай толқындарға кезіксе де, капитан корабльмен бірге батар айқаяқ. Бітірген жуасқа жел момынға тіл, биліктің кім рахатын көріп жатыр. Өткенде көптен күткен сайлау өтіп, тарихи дата болып еніп жатыр. Басы жақсы біздерде басталғанмен, қызықтар көрінеді соңында кіл. Алдын ала дайындалған сценариймен отырдау мырзаларым орынға кіл. Аманжол Дәулеткерей Айбек ағам сайлауда айтып сандарын соғып жатыр. Жүкеңде тырысқанмен өте алмады, қолдауға дайын еді елің батыл. Шал болғанда кейбірем не бар деді, сойылың сыртыңыздан соғып жатыр. Сіз бірақ 70-те де шаршамаңыз. Көрдің ғой, міне айтыс қолыңда тұр. Асауды ауыздықтап мінетіндей Ақжүкем әлі күнге бабында тұр. Әлемдік саясатта 80-дегі серкелерді тұғырға қонып жатыр. Айтыстың президенті болмақ түгіл, ақштың президенті болып жатыр. Айқаяқ. Төбеңнен Марат ағам бұл таумасын, биіктік танытпаса сұңқарғасын. Жүкеңнің жетелейтін шәкіртедің, жолықтың ау дәл бүгін сұлтан қашын. Жетекшіңе дәлелдеп кетейін бе, жетектегі тазының түлкі алмасын. Көңілім бөлек еді ел дегенде, жетсін ел көңілін емдегенге. Айтсайын Бердібектің інісі деп, әз болушы қылышты серімсерді сермегенге. Сол ағамның білемін арқасында танылып қалдыңдар ғой сендер елге.
оңдасындай әкімің одан кейін оң көзін айтыс үшін бөлмеген бе? Нұр Отан бір айтысты жасамай ма? Нұрпейістей ақынды берген елде. Сапарбай бар кезде Ақтөбеге жылына 3 барушы кем дегенде. Бердібектің қадірін білдіңдер ме? Беттеріңнен қақпайтын бер дегенде. Айқай ақыл! Ай-ай!
Mına bizde kınalaysın, karantin kesirinden көрмейсің бәріне. Мәке шаппасаң да айқаяқым желсең еді, теректей тұла бойым теңселеді. Алғашқы жүп аттырап қалып жатсақ, ағайын қошеметті берсең еді. Вакцинаны сөз қылып шыға салып, бекшен құсап бұлаған берсен еді. Өлең деген шприц секілді ғой, суырып салсаң ғана елсен еді. Алматы айтыс үшін астанамсың, қасымнан қалған құтты баспанамсың. Карантин бар айтысқа кедергі деп, санитарлық нормадан жасқанарсың. Дулаттай ұлдарыңа мың рахмет, Жүкеңнің айтысымен бастағансың. Биылғы жыл Жамбылдың мерейтойы, жалғасқан жақсыларға көш боларсың. Қасым мен Мұқағали жыл емес пе? Оны айтсам өзгелерге сес боларсың. Ыбырай Алтынсарин атамызды еске алмасаң ағайын кеш қаларсың. Және де Жүкеңнің де мерейтойы, жөн болмас өлең жырға қоспағаншын. Қиындықтың барлығы артта қалып, қолғаппенен маскалар пеште жансын. Пандемия жыл емес биылғы жыл, поэзияның жылы боп есте қалсын. Айқаяқым, ай-ай. Жүке қара сөзге ұтқырмай, етпесін көңіліңді көпті Құдай. Ақындардың барлығы сізді мақтап, кешеден қадіріңді ұқтыруай. Жылы сөзге қуанып жас балаша, әр тілекке Жүкеңнің тіктіруай. Сырт көзге қатал болып көрінсең де, көңіліңнің көлденде тұптынығай. Мақтағанға бір шама мәз боп қалдың. 70-ке жеткен кезде осындайсың. Көңілің босап көзіңе шықтыруай. 1000 адам мақтаса да селк етпейтін 80-дегі кісінің мықтылығай. Түретін айтыс үшін білек берген, ап шыққан төл өнерді түнектерден. Құдай сізге қызыл тіл ғана емес, жұртым деп ел жүрейтін жүрек берген. Әселхан Әсиядай апаларым, өзіңді жалықпаған жыр еткеннен. Аманжол Дәулеткерей Мұхаммеджан, мақтандың айтыстағы түлектермен. Арулардың қатары көбеймеп бет, Айнұр Ақмарал, Айнұр әсем жібектермен. Атамыздың мұрасын атандай боп аман алып шықтыңыз мың өткелден. Өзіңе тілейтінім тек аман бол. Жасыңыз қайтып бойда күшін кемімесін. Күн өткеннен Ермановтың еңбегін таусалмаймыз. Елу ақын жабылып жүр еткенмен айқаяқым, ай-ай. Қағазға жазып хатталған айтайын дерек ақпардан. 70 жыл бұрын осыдан жезқазған жұрты шаттанған.
Өмір тарихы басталған 12-ші ақпаннан ұлтына қамқор бір ұлды Ұлытау дейтін таптаудан. Әттеген айы құлынына шалмасап, құдығына қауғасап, Құлжанбайдың құмдары табанында тапталған. Әттеген айы сол бала әкеден ерте айырылып тағдырдан кермек татқан дәм. Жетімдігіңді сездірмей жетілдірді анаңыз. Амандығыңды күн сайын жалынып тілеп жаппардан. Сағыныш болып санаңда сұрап киген сар костюм осы күні сақталған. 17-ге келгенде Бақыт Жамал апамыз басыңызға бақ болған. Қол ұстасып қос қашып Ұлытаудың төрінен Алатауға аттанған. Айтысты алғаш қолға алып, ақындары тізеп жол бағып, тауаны қайтып төзімі таусылуға да шақ қалған. Көненің көзі емес пе, таусылуға да шақ қалған. Қолға ұстаған ақындар алтын домбыра бұл күні қолмен жазған сол кезде алғыс басталған алғыс хаттардан. Көненің көзі емеспен Көпбай Манап Тәушеннің батасын алып баптанған. Есенқұл менен еріктер есіңде мәңгі сақталған. Құлманбеттің құлыны ойлы жыры мен Ораздың Әзімбектің әуені құлағында жатталған. Айтысымды өзіңсің Жамбыл мен Нартай жар салған, Мәскеуге де аппарған, әмірелер ән салған, Парижге де аппарған. Айтыс үшін сан жылдар сайтанның да тілін таптым деп кей кезде жүген мақтанған. Өткен жолы сайлауда өтемін деп өте алмай, өкінішін кейде ақтарған. Сайлаудың тілі қиынау сайтанның тілін тапқаннан. Жалпыға бірдей жақпайсың, жандарда бар қаншама жалықпас жала жапқаннан. Күл шашты деп күншілдер көргенім жоқ өз басым дарияның суында аттанған. Жұрт не десе о десін, жұрт не десе о десін, Ерманов жүрсін емес пе, айтыс деп еңбек ат. Жұрт не десе о десін, жүрсін ағам емес пе, айтыс деп еңбек атқарған. Айтыс деп еңбек атқарған. Ермановтың еңбегі ерлікпен тең емес пе, бір министрліктің шаруасын бір өзі жүріп атқарған. 5 облысты бермеген, тәшеніп құшап кешегі 15 одақтың ішінен осы айтыстамаған ат қалған ай. О, мәке шайырсың ғой, шаба берер. Бұл айтыс біздер үшін бағалы өнер. Қоштасатын сәтенді таяп қапты, қазылар ақылдасып баға берер. Бағана келінменен жұп болдың деп, жан едіңіз жадырап сала берер. Алған жарым, қарындасың еді ғой алған жарым, ол қалай назардан тыс. Қарындасым еді ғой алған жарым, осыған жетпей қалдау шамал өнер. Ринат досым болып қала береді деп айтқан сөзіңе жұрт баға берер. Мараттайын ағамда сен аман бол, тамшыдай боп тас десіп тама берер. Қарындасын алсам да қалыңдық қып, бәрібір өз ағам боп қала берер ай. Mına bala şanalı aşıp otur turacana. Kuyumun dib aytadı ayak astı. Aytamız var kudağa da, suvurup salıp gülüp aytbaydı dep, Marat'ı kınaladım mınajana.
Suğurup aytalmasam gülenimde, Karağım kıyı bala kınalama. Halıktan koldav olmaz tavır şapbay. Ölümden müsürüyün bağın şapbay. Şappa-şap bolgan aytız kanday жақсы kүйген. Қазаннан жаңа түскен бауырсақтай. Ақымба көңілден сөз тулатпаған. Бей болмас ақын ақиқаттан тураттаған. Бүгінгі айтысымның демеушісі Дулатқа жырар насақ шумақтаған. Жүр бүгін қолдау жасап батырларға дегенге шаршаланға тудап барам. Айрықша ақындарды ардақтап жүр, қазақтың салтымен ақ қудатпаған. Ауылына екі бірдей мешіт салды, дегенге құлшылық қып қунап қалам. Өзгедей караоке кафе емес, ішінде көк тұтыны будақтаған. Көтерді Семейдегі Алла үйін іргесі күнге көйіп қурап қалған. Кірпіш болып қалам деген санада абай сөзін тулаттаған. Мыңтасын талап берген туған елдің жасасын тастекейіп дулатпалан. Тағдырдың өткен ыстық суығынан, өмірдің сусындатқан тұнығынан, домбыра нағыз қазақ дегенді айтқан Мырзалы Қадыр көкем ұлы Құран. Расында ажыратып ала алмайсың қазақтың санасы мен ұғымынан. Сындырып шанағыңды біреулер жүр, жолынып кеткірлер ай жолынынан. Басшы қылып қойсаң дағы, мүңгірлеп біреулер жүр мұрынынан. Өтсе де қанша уақыт өз тілімде, таймаған сен едің ғой тұғырынан. Алып бар қазағымды болашаққа, бабамнан қалып кеткен ұлы мұратай. Жалғанда жазығы жоқ жан қатыры, жаңғыртқан жәдігерді жалға бірі. Санлақтар шығарам деп елдірді, саясат сылаңдаған салдақыны. Ел қалып, құрметтеген, қадірлеген ерманып қазағымның халық ақыны. Өмірде еңбегіңмен өлеңіңе баға берді қаламгерлер ардақыны. Үнімді мен өзімше қоса кетсем, бұл үлкен руханияттың хан батыры. Бәрібір бола алмайды жүрсің ерман, Қыпшақтың ұл тапса да бар қатыны. Қолымда болса сыйлай салар едім өзіңе аруғалы Алматыны. Ей, Қыпшақ болып туғанда арғын сүйген ұстазым, өлең сөзден сауытын алтын киген ұстазым, жаным менен қазақы қалжың сүйген ұстазым, көмейіне ұялап жырғысы қонған ұстазым, қаймана қалың қазақтың құндысы болған ұстазым,
Бақыт Жамал апаймен отбасылық өмірдің үлгісі болған ұстазым. Қара сөздің қаймағын қалқып алған ұстазым, жалыны мен өлеңнің шарпып алған ұстазым, өлең үшін, айтыс үшін байлардың қолындағы ақшасын тартып алған ұстазым, ерегіскен дұшпанын төске салған дұшпаным, күн өнерін қазақтың көшке салған ұстазым, енелерін ақынның еске салған ұстазым. Біз әрдайым болайық көңіліңде ұстазым, біз әрдайым кетпей болайық сеніміңде ұстазым. Өткене сенің қашанда көлеңкеңді жайладым, көлеңкеңді көңіліңде ұстадым айы. Ақжүкем тоқтат дейді бұл кезекті, Марат па Мейірбек пе кім мезетті? Қоюда ойу оңай емес қою үшін, тағы да беріңізші бір кезекті. Жетсін деп ұлттық өнер ел халыққа, түссін деп келер ұрпақ кең бағытқа. Ұйықтап жатқан кезде елдің рухы, оятқан сансыз алғыс Ермановқа. Кеңіген кезінде сәл арқа бастың, айтыспен құшағыңды алқа қаштың. 70-ке жүген күнде тола бермес, атынан алғыс айттым алталаштың. Алғыс анаңа, алғыс бабаңа, алғыс жүрсін ағама. Алғыс еліме, алғыс еріме, алғыс көрерменіме. Арғатан қобыланды қара қыпшақ, өнерде қол бастадың бабаң ақсап. Ұлым деп ұлытауың еркелетіп, Қоскөлден қол бұлғайма балалық шақ. Көбейтпей көкеміздің күндестерін, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Өзіңдей қамқор жанға жолықпасам, өз басым өнерпаз боп жүрмес дедім. Төленер қалмасын деп жолда жалғыз, қайғырсаң көңіліңді торлаған көз. Жаныңда жарың болып жарқырап жүр, жасыңнан сенде ұлды қолдаған қыз. Жүрсіннің айналсын деп атаңызға, түссін деп алшысынан сақаңызға. Бақытты ғұмыр кешкен жарты ғасыр, мың алғыс Бақыт Жамал апамызға. Алғыс анаңа, алғыс бабаңа, алғыс жүрсін ағама. Алғыс еліме, алғыс еріме, алғыс көрерменіме. Ол Мейірбек міне осылай жаңғалы тұр. Сәл тоқтатсаң кідіріп қалғалы тұр. Алматыны Жүкеңе берем деген Мараттың көрдіңіздер арманы тұр. Осыменен айтысты доғарайық, Мәкең сонда ерлікке барғалы тұр. Қонайыққа қимаған Алматыны ұстазына ұстата салғалы тұр. Мен емес айтар сөзден тоқыраған, қиын ғой көңіл шіркін соқыр адам. Баризаға Ташкентті қиян деген, оң жағында жүрсіндей отыр адам. Сөзімнен қате іздеп әуре болар, өлеңін Ермановтың оқымаған айы. Ол шындықпен көрінсең де шыншыл құсап, қызыл тіл көрінбеді қылшын құсап. Осыменен айтысты аяқтайық, қайтесің тыңнан түрен тылсымды сап. Екеуміз тіл таба алмай кеттік ау деймін, Ларисамен жолыққан жүрсін құсап ай.
Mınау, Iya. Қайдасың осың сөйт қарай? Айтса береміз, қолдыз. Бұл енді, аға берудің, бұл айтыстың, осы бүгінгі айтыстың заңы қатал. Екеуі қанша желіп болғымен біреу ғана қарай ілгері озуы керек. Сондықтан қазылар, кімді аңғырай шығарғыңыз келсе, соның ғана кнопкасын басыңыздар. Сонда мынау жасыл шамдар жанады. Соны санап аламыз. Ал енді, осы екі ақынға қазылар баға бересіздер. Марат Ахметов, Мейірбек Сұлтанған. Кімнің кнопкасын бассаңыз, соның жасыл шамы жанады. Сол ары қарай жүреді дегенсіз. Өбе білмеймін неше кнопка бар екен. Атын айтам ба? Марат Ахметов, Ақтөбе. Кнопкасын басыңдар. Біреуін басыңдар жәнен ең сүйіп шағырдым. Біреу. Екеу. Болдыңдар ма? Онда Мейірбек Сұлтанған Қызылорда шиені кнопкасын басыңдар. Мейірбектің несі басын болып кетті. 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8 Мейірбек Сұлтанған